мы начинаем ощущать нехватку таких людей, нехватку таких профессионалов, нехватку таких фильмов, которые тогда снимали поколение Абдуллы Карсакбаева. Мен Алматыға жақында көшіп келдім, яғни мұнда тұрғаныма шамамен 6 ай болды. Шындығында бұл менің осы қалаға екінші рет көшіп келуім. 2007 жылы мен 6 сыныпта оқып жүрген кезімде біз отбасымызбен Абылайхан даңғылында 2 Алматы вокзалының жанында тұрдық. Бұл жер жас көрермендер театрынан қашық емес. Бала кезімізде біз театр алдындағы ойын алаңында жиі ойнайтынбыз. Сол кезде мен осы киелі шаңырақтың жанындағы алаңда қазақ киносының ұлы режиссері Абдулла Қарсақбаев өз өмірінің соңғы сәтін өткізгенін елестете алмаған едім. Бүгінгі шығарылымда осы тұлға туралы жан-жақты ой өрбітіп, оның шығармашылығына шолу жасаймыз. Және кеңес үкіметінің Абдулла Қарсақбаев шығармашылығының мәдени құндылығын мойындамау себептерін ашуға ұмтыламыз. Шын мәнінде бұл менің арнамның өте маңызды шығарылымдарының бірі. Сондықтан сіз бұл бейне материалды таратсаңыз, лайк басып, комментарий жазсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Осылайша біз бұл бейне шығарылымдағы айтқымыз келген ойды жұртшылыққа кеңірек жеткізе аламыз. Алайда бейне түсірілімді бастамас бұрын аса маңызды хабарландыру жасағым келеді. Мен бұл арнаны жан-жақты дамыту туралы көп ойландым. Сондықтан редакциялық топ құрғым келеді. Редакцияның жұмысы әртүрлі платформаларда үнемі кино туралы контент жасау. Сондықтан мен қоюшы операторды, монтаж жасаушы және кино туралы мәтін жаза алатын контент-мейкер, синефил мамандарды табуым керек. Егер сіз YouTube'та немесе TikTok'та түсірілімдер жасап, өз қабілетіңізді байқағыңыз келсе, онда менің поштама жазыңыз. Мүмкін біз бірге жұмыс жасармыз. Осыған қоса редакциялық топ мен келесі жылы жүзеге асырғым келетін барлық жобаларды әзірлеуге атсалысады. Маған хат жазыңыз және біздің команданың бір бөлігі болыңыз. Дос Мұқасан фильміне арналған шығарылымымда мен Қазақстанның әрбір азаматы ұлттық музыканың мәдени өкілдері туралы мақтанышпен айта алатынын атап өткен едім. Егер қатардағы ағылшын әлем жұртшылығы алдында аты аңызға айналған Beatles музыкасымен мақтана алса, қарапайым қазақ олардан кем түспейтін Дос Мұқасанды олардың музыка жанрына қосқан ұлттық нақышын айтып мақтана алады. Және бұл асыра сілтеу емес. Осы жерде кино саласында да осындай мақтаныштарымыз бар десем не дер едіңіз? Біз Канн фестивалі туралы сөз қозғағанда Эмир Кустурица, Квентин Тарантино, Ларс фон Триер және Мартин Скорсезе сияқты атақты авторлар ауызға оралады. Осы аңызға айналған фестивальмен қазақ ойын киносының ұлы режиссері Абдулла Қарсақбаевтың есімін де байланыстыруға әбден болар еді. Абдулла Қарсақбаев 1926 жылы 2 қазанда дүниеге келген кеңестік дәуірдегі қазақ кинорежиссері, қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері. 1956 жылы Михаил Чуарелли мен Иван Пырьевтің шеберханасында дәріс алып, ВГИК-тің режиссерлік факультетін бітірді. Абдулла Қарсақбаевтың кино шығармашылығы туралы айтқан кезде орталық біріккен киностудия құру мәселесіне тоқталмай кетуге болмас. ОБКС орталық біріккен киностудия Алматыда 1941-44 жылдар аралығында жұмыс істеді. Бірлестіктің құрамына Алматыда жаңадан құрылған көркем фильмдер киностудиясы мен екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты эвакуацияланған Мосфильм және Ленфильм кірген еді. Соғыстың қиыншылықтарына, қаржы тапшылығына қарамастан, ОБКС павильондарында Сергей Эйзенштейннің Иван Грозный фильмінің түсірілімі болды. Сонымен қатар Иван Пырьевтің Шошқа бағушы мен бақташы оптимистік комедиясы толық аяқталды. СОКС – это было творческое, замечательное и удивительное содружество старых, великих мастеров нашего кино, молодых, юных казахских деятелей. Это была удивительная демонстрация, творческая демонстрация дружбы, царящей между народами нашей страны. 5 жылдан кейін кинематография институтын сәтті аяқтаған Абдулла Қарсақбаев Алматы киностудиясына оралады. Алайда ешкім оған толықметражды көркем фильм түсіру мүмкіндігін беруге асықпайды. Дегенмен, бұған мойымаған жас маман кез келген жұмысқа ынта жігермен кірісіп, деректі фильмдерді түсіре бастайды. Оның қазақтардың халық қолөнері деректі кинолентасы сыншылар тарапынан жоғары бағаланып, халық жылы қабылдайды. Түрлі фестивальдарда атап өтіліп, нәтижесінде КСР-да ғана емес, шетелде де кең прокатқа ие болды. Бұл жетістік автордың алдағы уақытта көркем фильм
фильмді түсіруіне жол ашып, толықметражды туындылардың көрермендерге жол тартуына мүмкіндік береді. Сонымен 60-шы жылдардағы Қазақстан бүкіл одақ бойынша темір перде біртіндеп ысырылып, Сталиннің жеке басына табынушылық айыптала басталған тұс. Дәл осы кезеңде Абдулла Қарсақбаевтың «Менің атым Қожа» атты алғашқы фильмі жарық көреді. «Менің атым Қожа» 1963 жылы Абдулла Қарсақбаевтың режиссерлігімен Қазақфильм киностудиясында Бердібек Соқпақбаевтың «Киномен аттас повесі» бойынша түсірілген балалар көркем фильмі. Дәл осы фильм 1967 жылы Канн фестивалінде Қазылар алқасының арнайы сыйлығын алады. Жалпы бұл фильм туралы әңгіме қылғанда Бердібек Соқпақбаев өз шығармасына арқау еткен кезеңі туралы айтпаған дұрыс болмас. Режиссердің айтуынша, оны повесть алғашқы сөйлемнен ақ баурап алып, бір деммен оқып шықса керек. Шығарма кино ретінде түсіруге сұранып тұрғанын режиссер бірден түсінеді. Сюжет Абдулла Қарсақбаевтың өзінің шынайылығымен, оқиғаларының өткірлігімен, жеңіл әзілмен және оптимизммен баурап алады. Туындыдағы ой сол уақыттағы тарихи жылымықтың, орысша айтқанда оттепель, сол жылымықтың атмосферасымен астасып кетеді. Нақ сол 1960 жылдары кеңестік идеология адамға оның проблемалары мен ұмтылыстарына бет бұра бастаған. Хрущев жылымығы немесе хрущевская оттепель КСР-ның ішкі саяси өмірінде Сталиннің жеке басына табынушылық пен репрессияны айыптаумен, саяси тұтқындарды босатумен, ГУЛАГты жоюмен, тоталитаризмді анағұрлым жұмсақ диктатураға өзгерумен, цензураның әлсіреуімен, сөз бостандығы деңгейінің жоғарылауымен, саяси және қоғамдық өмірді салыстырмалы түрде либералдандыру, батыс әлеміне ашықтықпен шығармашылық қызметтің үлкен еркіндігімен сипатталады. «Менің атым Қожа» фильмі туралы баяндалған бейнежазбам бар. Онда мен бір қарағанда кішкентай бұзақы бала туралы баяндалатын фильмнің шартты түрде балалар фильм аталғанымен, іс жүзінде ересектерге берері мол, құнды туынды екенін айтқан болатынмын. Бұл фильмді әлеуметтік мәселелерге байланысты ересектердің назарынан тыс қалған баланың трагедиясы ретінде де қарастыруға болады. Десек те, бүгінгі бейнежазба Абдулла Қарсақбаевқа арналғандықтан, осы фильмнің контекстінде режиссер туралы баса айтқым келеді. Кеңестік кинематографияда балалар көркем фильмінде анимация элементтерін ең алғашқы болып қолданған режиссердің осы Абдулла Қарсақбаев екенін көп адам біле бермейді. Қарсақбаевтан кейін ғана кеңестік кинофильмнің классигі Александр Птушко бұл техниканы жоғалған уақыт туралы ертегілер картинасында қолданады. Абдулла я любил. С ним было приятно в обществе, в общении. Вот та обстановка 60-х, эпоха Возрождения, она способствовала проявлению таланта, если у человека он был. И Абдулла Қарсақбаев, как шестидесятник, проявил себя. Абдулла Қарсақбаев үшін балалар киносын қарапайым қабылдауға жеңіл немесе басқаша айтқанда ақмақтау кино ретінде қабылдайтын көзқарас жат болатын. Режиссер өз туындыларында әрқашан идеяның тереңдігін көрсетуге тырысты. Оның ойлаған мақсатына жетуіне осы фильмдердегі кейіпкерлер де, осы кейіпкерлерді ойнайтын актерлер де көмектесті. Мысал ретінде қазақтың ұлы актері Кененбай Қожабеков сомдаған кейіпкер Мұғалім Рахмановты келтіруге болады. Мұғалім Рахманов бейнесі әр бала жұмсақ шыбық сияқты, тез бейімделгіш, еліктегіш, сондай-ақ кез келген баланы тәрбиелеуге болады деген фильмнің философиялық идеясын күшейте түседі. Когда подбирали актеров на «Кажу», Абдулла на роль директора школы решил взять Колю Кожебекова. И я ему говорю: а вот знаете, Абдулла, все-таки ведь фильм-то у нас очень веселый, жизнерадостный, очень. А у Коли в глазах боль. Как он на меня посмотрел. У него первая его вспышка была гнев. Вот я говорю, он защитник активный, да? Гнев. А потом такое разочарование во мне, понимаете, что я лицо руками закрыла. Мне стало так стыдно. Я сказала, как говорится, от чистой души, но глупой души, понимаете? И Коля действительно прекрасно сыграл эту роль. Ведь у каждого из вас своя мечта. Если написать все, о чем я мечтаю, даже самое главное,
Тетрадки не хватит. Абдулла Қарсақбаевтың фильмдеріндегі бала деген кім деген сұраққа жауап беруге тырысайық. Менің ойымша, режиссер баланы құбылыс ретінде зерделейді және маңыздылығы бойынша ересек адаммен бір сатыға қояды. Ал жас ерекшелігіне ересек адам ретінде қалыптасу жолындағы кезең ретінде қарайды. Осы уақыт аралығында дұрыс бағыт-бағдар берудің маңыздылығын түсінеді. Абдулла Қарсақбаевтың балалар киносын тек жас көрермен ғана емес, барлық ересектер де тамашалауы керек. Бұл фильмдер арқылы режиссер көрермендерге білімге ұмтылу, батырлық, батылдық және абырой сияқты қасиеттердің маңыздылығын жеткізуге тырысады. Осы жерде мұндай нұсқаулардың негізгі себебін түсініп алған жөн. Бұл контексттің астары тереңде. Абдулла Қарсақбаев 1926 жылы дүниеге келген. Ол өз заманындағы халықтың басына төнген ашаршылық нәубетін сезініп өседі. Балалық шаққа саяхат фильмінде режиссер сол трагедияны көрнекі түрде беруге тырысады. 6 жасар алпамыс фильмінде сауаттылық пен білімнің маңыздылығын жеткізуге ұмтылады. Я читаю по облакам. А что ты там прочитал? Что там написано? Там написано, учиться надо. Много в мире нашем удивительного, сынок. Где-то дождь зимой идет, где-то девушка ищет свою любовь, а кто-то летит к звездам. Учись и обо всем узнаешь. Фильм эпостың кейіпкері Алпамыс батырдың құрметіне аталған кішкентай баланың жеке тұлға ретінде қалыптасу барысына арналады. Бала небәрі 5 жаста. Ересек достарының бәрі ауылда жақында ғана ашылған мектепке барғанда, ол мектеп жасына жетпегендіктен 1 жыл күтуге мәжбүр болады. Бірақ баланың жаңа нәрсені үйренуге деген ұмтылысы және білімге деген құштарлығы оған тыныштық бермейді. Осылайша Абдулла Қарсақбаев талапшыл жастың бейнесін жасап, көрерменді сол философиялық идеяға итермелейді. Когда я был маленьким, в нашем ауле был один учитель. Искак Даулетович его звали, как сейчас помню. Был он не очень-то образованный, даже, может быть, не совсем грамотный человек. Он учил нас быть умными, честными, сильными. Он говорил нам, человек может все, понимаете? Все может. Эти слова я навсегда запомнил. Алпамыс идет в школу. Пронзительный фильм. Как такой пацан, такое существо шел в большую жизнь. Школа для него это большая, огромная жизнь, да, перед ним. Вот из этого делать искусство не каждому дано. Абдулла Қарсақбаевтың фильмдеріндегі балалардың басты ерекшелігін аңғару іс жүзінде қиын емес. Бұл фильмдердегі баланың бейнесі басқа балалар үшін үлгі бола алады. Ал ересектер үшін баланың саздан жасалған ыдыс тәрізді екендігі, шебер қолдан шыққан ыдыстың мінсіз болатындығы сияқты балаларға дұрыс бағыт-бағдар беру, дамыту қажеттілігін айтылады. Мысалы, режиссердің балалық шақтың кермек дәмі фильмінде балалық шағы Ұлы Отан соғысы жылдарына сәйкес келген қазақстандық 3 жеткіншектің оқиғасы баяндалады. Олар Сырдария өзені арқылы жүктерді тасымалдайтын ауыр әрі қауіпті жұмысты жасайды. Дариға, Мұхтар және Әмір соғыстың балалары. Олар соғыс өртінен алшақтағы тылда өмір сүргенімен соғыс зардабын тартып өсуде. Жүктерді тасымалдауда қартайса да күш қайраты кете қоймаған Зейнолла ата басқарады. Алайда өзенде бақытсыздық орын алып, қартты жоғалтып алған сәтте балалардың басына ересектердің өзі шыдай алмайтындай сынақтар түседі. Сужрак. Сен де қорқақсың. Секірейін деп едім, жібермей қойдың да. Ынжықтар. Дариға бандиттерге қорықпай қарсы тұрған және майданнан келген хаттарды уақытында жеткізіп, ауыл әйелдерін су тасқынынан құтқарған батыл бала. Фильмнің өн бойында ол үнемі Мұхтар мен Әмірді ынталандыруға тырысады. Әмір жас бала болғандықтан басында кейбір сынақтардан жүрексінеді. Ал фильмнің қорытынды бөлімінде Дариға осы Әмірдің арқасында бар қиындықты жеңгендерін айтады. Әмір капитан болып бізге бұйырып тұрды. Біз Мұхтар екеуміз оған бағындық. Тәртіпті тіпті қатаң ұстайды екен. Иә, капитан тәртіпке әрқашан қатаң болу керек. Мені капитан болып деп не өтірік айттың? Капитан демей қасқырдан қорққаныңды айттың деп пен, әлде бақайша кемірет дегеніңді айтуым керек. Бұл фильмде балалар арқылы адалдық, батылдық және абырой сияқты қасиеттер ашылады. Балалардың кездестірген қиындықтары олардың тұлғалық өсуіне айтарлықтай әсерін тигізеді. Зейнолла атадан айырылғаннан кейін балалар тез есейіп, барлық жауапкершілікті өз мойнына алуға мәжбүр болады. Абдулла Қарсақбаев баладан ересек адамның қалыптасу жолын көрсетеді дегенімде, мен осы ойды айтқан болатынмын.
него гениальность в чем все заключалась? Он становился иногда как ребенок. Он как ребенок становился, вот, как мой сверстник. И мы с ним вот наравне говорили, откровенно, друг другу верили. И вот он мне так внушал, и он так четко, ясно объяснил, кто Бектас, вот мой герой. Абдулла Қарсақбаевтың жұмысы туралы айта отырып, оның актерлермен жұмыс істеу әдістері туралы айтпауға болмайды. Режиссер актердің ерекшеліктері мен мінез-құлқын көрсету үшін ойнауы керек кейіпкерге айналған. Даладағы қуғын фильмінде қазақстандық киноның атақты актрисасы Гүлнара Дусматова ойнайды. Актриса бір сұхбатында осылай деген: Абдулла Қарсақбаев менің кейіпкеріме қалай секіру, айналу, күлу керектігін көрсеткен кезде 12 жастағы қызға айналатын. Ол менің кейіпкерімнің шашы дәстүрлі қос бұрым күйінде емес, бос жіберілген және шекесіндегі бірнеше талы ғана жіңішке етіп өрілген болуына қол жеткізді. Бұл кейіпкер бейнесін сомдаудағы жаңалық батыл қадам еді. Өйткені қазақ қыздарында мұндай шаш үлгісі болмаған. Десек те, ол кейіпкердің ерекше болғанын қалады. 6 жасар Алпамыс фильміндегі басты рөлді сомдаушы Ермек Төлепбаев осы картинаны сомдауға келгенде небәрі 5,5 жаста еді. Анасының айтуынша, режиссер түсірілім тобының барлық мүшелеріне күмәнмен қарап, қатал болғанына қарамастан, балалармен өте жақсы тіл табысқан екен. Қилы кезең фильмі өткен ғасырдың 10-20 жылдарындағы аштыққа арналған. Бұрынғы ауыл мұғалімі, кейін халық әртісі болған Нұржыман Ықтымбаевтың да талантын ашқан Абдулла Қарсақбаев болатын. Ең көп түсірілген қазақ актерінің кинодағы мансабы осы қилы кезеңнен басталады. Онда ол Қапан Батырақтың бейнесін сомдайды. Кино сыналымы барысында түсірілген материалды киностудияның көркемдік кеңесі қараған кезде Қазақфильмнің бас редакторы Олжас Сүлейменов пен республикалық Госкино төрағасы Александр Федулин жігітті қайдан таптың деп қызығушылық танытады. Жаркент қаласынан келген мұғалім екенін біліп, Алматыға дереу шақыртуды бұйырады. Абдулла Қарсақбаев ұлы композитор Нұрғисат Лендиевпен де жақсы дос болған. 1968 жылы Нұрғисат Лендиев Қазақфильм музыкалық бөлімінің бас редакторы лауазымына бекітіледі. Ол Даладағы қуғын, Балалық шаққа саяхат, Менің ағам, Эй ковбойлар, 6 жасар Алпамыс фильмдеріне арнап музыка жазады. Мастер прожил всего 56 лет. Его близкий друг Нургисат Лендиев так не хотел мириться с тем фактом, что Абике оставил его. И вот действительно «Тревожное утро» получилось очень интересно. Мы сегодня говорим о том, что революция – это не просто так деление людей на красных и белых, а эта революция проходила через душу, через сердце каждого человека. Біз бұған дейін Абдулла Қарсақбаев өзінің кинодағы мансабын хрущевтік оттепель кезінде бастағанын айтқан болатынбыз. Бірақ бұл кеңестік цензура мүлдем жойылды дегенді білдіре ме? Әрине жоқ. Қарсақбаев өз фильмдерін түсірген кезеңде сол жылдардағы цензура өте қатал болатын. Бірақ ол әрбір кадр үшін күресе білді. Әлі күнге дейін «Менің атым Қожа» фильмінің кеңестік цензурадан қалай өткені жұмбақ күйінде қалып отыр. Фильмде кеңес қағидалары мен кеңестік моральға жат деп есептелген көріністер кездесіп қалады. Мысалға, жас баланың темек шегуі немесе досымен бірге шопанның баласын алдап, ұрлық жасауы пионерлік ұстанымға қайшы. Десек те, режиссер осы көріністердің өзін тәрбиелік мәні бар эпизодтар ретінде шебер қиыстырып, шығарманың авторлық идеясын сақтап қалады. Абдулла Қарсақбаевтың цехтағы әріптестерінің айтуынша өте батыл әрі қыңыр режиссер болған. Қарсақбаевтың бүкіл фильмографиясын қайта-қайта қарау барысында маған 2 фильм ерекше ұнады. Ол Даладағы қуғын және Қилы кезең. Дәл осы фильмдерден режиссердің батылдығын анық байқауға болады. И, по-моему, правда получилась. Не во многих фильмах Казахфильма правда, голая правда выходила на экраны. Цензура, которая была при советском режиме, конечно, она сдавливала, комкала творчество Абдуллы Қарсақбаева, и он, конечно, страдал от этого. Ресей империясы күйрей бастады, ал кеңес үкіметінің ұстанымдары әлі де күшейе қойған жоқ. Қилы кезең фильмі Қазақстан мен Қытай арасындағы шекара бекетінің өмірін 1918 жылғы бір күн арқылы көрсетеді. Ержүрек комиссар Байтенов басқаратын чекистердің шағын отрядына жаудың қысымына төтеп беру міндеттелген. Комиссардың жеке мансабы да мәз емес. Ержүрек Байтеновтың үстінен дұшпандары әлсін-әлсін арыз жазуда. Бірінің соңынан бірі жазылған арыздар оның тікелей басшысы Шериннің тарапынан да комиссарға деген сенімсіздікті тудырған еді. Шекара бекетінің командирі кезекті контрабандашыны ұстап, бастығына әкелген сәтінде Байтеновтың өзін тұтқындауға бұйрық беріледі. Сөйтіп қайсар командир өзі ұстаған күдіктімен бірге камераға қамалады. Көп ұзамай күдіктілер қамақтан қашып шығып,
комиссардың өзін тұтқынға алады. Сонымен қилы кезең фильмінің сюжетін тарихи контексттен түсіндіруге тырысайық. Комиссар Байтенов чекистер отрядының жетекшісі болды. РСФСР халық комиссарлары кеңесі жанындағы контрреволюция мен диверсияға қарсы күрес жөніндегі бүкіл ресейлік төтенше комиссия кеңес мемлекетінің арнайы қауіпсіздік органы болатын. Қысқаша айтқанда ЧК немесе чрезвычайная комиссия. Комиссия 1917 жылы 7 желтоқсанда құрылған. Ал Жүніс Батыр басмашылар отрядының басшысы. Басмашылдық 20 ғасырдың бірінші жартысындағы орталық Азиядағы әртүрлі әскери, саяси, ұлт-азаттық және діни қозғалыстарды сипаттау үшін кеңестік тарихнамада қолданылған термин. Басмашылар кеңес үкіметін құруға қарсы күресті. Фильмнің басты қақтығысы Байтенов пен Жүніс Батыр арасында өтеді. Зачем я убивал твоих джигитов, а ты моих? Не понимаю. Қайсар да Өжет Байтенов бұл фильмде адал және ержүрек көшбасшы ретінде көрсетілген. Ол ата-бабалар аруағын қастерлейтін, өз отрядын жоғары бағалайтын және кеңес үкіметіне адал жан. Осы жерде Жүніс Батырды антагонист деп атауға болады ма деген орынды сұрақ туындайды. Фильмнің соңында Жүніс Батыр чекист Шериннің қолынан қашып шығады және Байтеновты өзімен бірге алып кетеді. Жүніс Батырдың Байтеновты өлтіруіне толық мүмкіндігі бар еді, бірақ ол оны өлтірудің орнына босатып жібереді. Өйткені ол үшін Тоқтар Байтенов ескі досы, Қызыл армияның жағына өткеніне қарамастан жолдасы болып қала бермек. Я в 16-м году поднял народ против белого царя, и ты тогда пришел в мой отряд. Ты любил свой народ, Тоқтар. Многих спас от карателей. Тогда мы были вместе. А сейчас ты идешь против народа, вместе с захватчиками. Помнишь, наверное, в том году генерал 5-й раз приговорил тебя к смерти. Я тебя от смерти спас. Я все помню, Жүніс. Думал, что ты станешь вождем казахов. Да, хоть кровь у нас одна, дела вершим разные. Бүгінгі заманның тұрғысынан қарағанда басмашылардың бастығы Жүніс Батырды ұнамсыз кейіпкер деп айту қиын. Ол Байтеновты өлтірмейді. Оның қимыл әрекетіндегі басты уәждеме қазақ халқын кеңес үкіметінің қыспағынан босату. Нақ осыған байланысты фильмнің редакторы Олжас Сүлейменов қилы кезең фильмін антисоветтік туынды деп атаған еді. Ее немедленно положили на полку. Вот. Приехал Андроин Кончаловский. Говорит, Олжас, там, говорят, Карсакпаевская картина есть, хорошая, тревожное утро. Я могу посмотреть? Смотрели. Говорю, замечательная же картина. А почему положили на полку? Я говорю, ну вот, видимо, что-то необычное для нашего идеологического отдела. Он говорит, слушай, а надолго положили? Я говорю, ну у нас как? Если кладут, то навсегда. Алдымен фильмдегі көріністерді тізбелеп шығып, қилы кезең фильмінің неге антисоветтік болып саналатынын түсінуге тырысайық. Фильмде Елімай композициясы алғаш рет ойналады. 1723 жылдың көктемінде қоңтайшы Цеван Рабдан сансыз әскермен қазақтарға шабуыл жасады. Қазақ халқы мал мүлкін тастап, сансыз шығынға ұшырап, талай қарттар мен жас балаларын жоғалтып қашуға мәжбүр болды. Жоңғарлар қанша адамның қанын төкті. Талай бейбіт ел өзендер бойында өткелдер мен асуларда қаза тапты. Бұл жылдар Қазақстан мен Орта Азия халықтары жадында Ақтабан шұбырынды атауымен сақталған болатын. Басмашылар мен чекистердің қақтығысы сомдалатын көріністе қарақшылардың мәйіттері бейнеленген. Тұтастай алғанда мұндай баяндаулар кеңестік кинода құпталмайтын. Чекистер дарға асылып тұрған қапанды тауып алатын көріністе бар. Қилы кезең осы тұрғыдан алғанда да антисоветтік фильм болып шығады. Сонау 60-шы жылдары Абдулла Қарсақбаевтың мұндай фильмді түсіруге қалай батылы барғаны таң қалдырады. Атақты кинорежиссер Андрей Кончаловский бұл фильмді көріп, оны кемеңгер туынды деп атайды. Даладағы қуғындағы Құдіре және қилы кезеңдегі Жүніс Батыр сияқты кейіпкерлерді көру мен үшін үлкен тосын сый болды. Фильмде олар антагонист ретінде көрсетілгенмен, бұл кейіпкерлердің еркіндікті сүйетінін, адал және әділ екенін байқауға болады. Ендеше даладағы қуғын туралы сөйлесейік.
Қазақстан жеріндегі ақтар мен қызылдардың тарихи қарама-қайшылығын қызыл әскер командирі Хамит пен ақ атаманы Құдіре арасындағы қақтығыстан анық байқауға болады. Табандылығы мен төзімділігіне және өз идеяларына берілгендігіне қарамастан, кейде ер адамдар басқару барысында қателіктер жібереді. Хамит те азғандай қателігінің салдарынан қарсыласының тұзағына түсіп қалады. Ақтар мен қызылдар шайқасындағы тарихи оқиғалар Қазақфильм кинокомпаниясының жұмыс арқасында 1979 жылы Қазақстан кинотеатрларында көрсетіле бастайды. Даладағы қуғын фильмінде бұрыннан белгілі тарихи оқиғалар, жеңістер мен жеңілістер сомдалып қана қоймай, екі әскер сарбаздарының өздерін қалай ұстағаны бейнеленеді. Сценарий жазушылар мұндай соғыстың барлық қасіретін көрсетуге тырысады. Бұл ретте режиссер музыканың көмегімен динамика атмосферасын құра отырып, жағдайды барынша қыздырды. Сонымен бізде қызыл әскер Хамит пен ақ атаманы Құдіре бар. Хамит ұнамды кейіпкер десек, Құдіре ұнамсыз кейіпкер. Алайда осылай нақты айтуға бола ма? Мысалы, ақтардың қару-жарағы туралы ақпаратты білу үшін Хамит ауылда азық-түлікпен қамтушыға қорқыту көрсетеді. Очень мало времени. Все же я немножко подожду, а потом выстрелю. А не имеете права. Сондай-ақ Хамит ақан қартты құрметтемейді. Оның мінез-құлқы да көптеген сұрақтарды туындатады. Я ращу своих детей, пасу овец. А ты кто такой? Я представитель советской власти. Сисимбаев тоже представитель советской власти. Но я не знаю, чем ты лучше его. Арестуй его. Ал Құдіре болса фильмнің басында ақан қарияны құрметтегені үшін қызыл әскерді өлтірмейді және ел ішіндегі қонақжайлық дәстүрді сақтайды. Он мой гость, Құдіре. Разве он гость? Акан. Он хозяин. Потому что он власть. Советская власть. Но он мой гость. Пожалей меня, Құдіре. Это было в юрте Акана. Бандит пожалел старика. Не нарушил закон гостеприимства. Іс жүзінде Абдулла Қарсақбаев тарихқа өз көзқарасы тұрғысынан қарап, әрқашан әділ бағалаған. Мұны даладағы қуғын сценарийінің авторы Анатолий Степанов та растайды. Наверное, я думал, Абдулла прочитал как нужно сценарий. Нет, он не прочитал сценарий, он его осмыслил. И он его ощутил своим. Это не прочитка, это воплощение своего замысла в соединении с моим. Вот в чем сила была Абдулла. Поэтому даже отрицательные герои, заклятые враги народа, оказывались у него не менее мужественными, мудрыми и отважными, чем главные положительные герои. Таков Жунус из «Тревожного утра», таков Құдіре из «Погони в степи». Настоящему герою мог противостоять только достойный противник. Бүгінгі видеода қазақ халқының өз ұлттық кино қаһармандары бар екенін және олардың бірі ұлы режиссер Абдулла Қарсақбаев екенін жеткізе алдым деп үміттенемін. Айталық, сіз шетелге бардыңыз. Американдық Тарантиноның фильмдерімен, даниялықтар фон Триердің фильмдерімен мақтанады. Ал сіз Қарсақбаевтың фильмдері туралы ешбір тайсалмастан зор мақтанышпен айта аласыз. Өйткені ол шынымен батыл және керемет картиналар жасады. Өкінішке орай Қарсақбаевтың жұмысы көзі тірісінде дұрыс бағаланбады. Өйткені кеңестік цензура және номенклатура Қарсақбаевтың Канға баруына және өзінің лайықты жүлдесін алуына мүмкіндік бермеді. Оның орнына атақты фестивальға басқа шенеуніктер саяхаттады. Как его я помню, были времена, когда ему не давали постановки. Вы понимаете, это все для художника, большого художника. Это страшная боль. А он выдержал, терпел. От того, что он прав, он горел. От того, что он прав, он знал, что он прав. И его не все понимают. Понимаешь? Поэтому он горел. Он сгорел, поэтому сгорел, как факел. Жақында ғана менің басыма «Әли, сен бақытты кино әуесқойсың» деген ой келді. Өйткені менде қасиетті де қастерлі мұра бар. Ол Абдулла Қарсақбаевтың фильмдері. Мен сіздерге Қарсақбаевтың фильмографиясын көруге кеңес беремін. Міндетті түрде қараңыздар.
Сонау 60-шы жылдары кеңестік цензураның еңсені езіп тұрған туысында біздің ата-бабаларымыздың кейіннен халықтың меншігіне айналған киноны қиындықтарға қарамастан түсіре алғанын сезінесіз. Қазір мен Голливуд шедеврлерінен кем түспеген отандық киноның өкілі кім екенін мақтанышпен айта аламын. Абдулла Қарсақбаев жас көрермендер театрының жанындағы орындықта инсульттан қайтыс болды. Дәл осы жерде отандық киноның үздік режиссерлерінің бірі өмірден өтті. Біз ұлы тұлғаларымызды мақтан тұтып, есте сақтауымыз керек. Сонда олардың өнері мәңгі жасайды. Менің атым Әли және мен алдын ала кешірім сұраймын. Келесі кездескенше.